Ежелгі темір баған. Үндістан астанасының негізгі көрікті жерлерінің бірі. Баған 1600 жыл бұрын салынған, бірақ ол тоттанбайды. 16 ғасыр бұрын ежелгі металлургтердің тоттанбайтын қорытпаны қалай алғаны құпия. Біз ежелгі тотсыз болаттың құпиясын ашамыз. Ресей, Балтық теңізінің жағалауындағы әскери бекініс. 19 ғасырда салынған. Сыртта қару батареясы қалың темір парақтармен қорғалған. Металл үнемі теңіз суы мен жаңбыр суына ұшырайды. Бірақ металл коррозияға ұшырамайды. Ол металл үшін өте қатал жағдайларда болғанмен. Әдетте металл өнімдеріндегі әріптер құю кезінде шаптырады. Бұл кейінірек қатты темірді тырнап тастауға қарағанда әлдеқайда оңай. Делидегі бағанадағы жазу жалған. Ол кейінірек жасалған. Үндістандағы темір бағана мен Ресей әскери бекінісі бірдей кемірден жасалған, бірдей технологиямен бір уақытта. 19 ғасырда. Қамалдың салу күні дұрыс көрсетілген. Кемір бағанаға 1,5 мың жылдық жасы берілді. Бұл ежелгі тотсыз темір технологиясының құпиясы.